Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымның тақырыбы функцияның қасиеттері. Оқу мақсаты функцияның қасиеттерін анықтай алу. Функцияның таңба тұрақтылық аралықтары. Анықталу облысының қайсы бір аралықтарында функция тек оң мәндерді, ал басқа аралықтарды тек теріс мәндерді қабылдаса, онда мұндай аралықтарды функция таңбасының тұрақтылық аралықтары деп атайды. Функцияның монотондылығы. Егер y тең fx функциясының анықталу облысындағы x жиынында кез келген x1 кіші x2 сандары үшін fx1 кіші fx2 теңсіздігі орындалса, онда функция өспелі. Ал fx1 үлкен fx2 теңсіздігі орындалса, онда ол кеммелі функция деп аталады. Өспелі және кеммелі функцияларды монотонды функциялар деп атайды. Мысал қарастырайық. Y тең x куб функциясының графигі берілген. Берілген функция барлық сан түзуінде өспелі болады. Y тең 1 бөлінген x функциясы берілген. Барлық сан түзуінде кеммелі болады. Шектелген функция. Анықталу облысының кез келген нүктесіндегі y тең fx функциясының мәндерінің абсолют шамасы белгілі бір саннан кіші немесе оған тең болса, онда ол осы жиында шектелген функция деп аталады. Бұған мысал ретінде y тең синус x және косинус x функциялары алуға болады. Бұл функциялар -1 мен +1 аралығында шектелген. Функцияның экстремум нүктелері. Егер x0 нүктесінің қандайда бір аймағынан алынған барлық x үшін fx үлкен не тең fx0 теңсіздігі орындалса, онда x0 нүктесінде fx функциясының минимум нүктесі. Ал егер fx кіші не тең fx0 теңсіздігі орындалса, максимум нүктесі деп аталады. Максимум және минимум нүктелерін бір сөзбен экстрем нүктелері деп атайды. Функцияның периодтылығы. Егер кез келген x үшін fx минус t тең fx тең fx плюс t теңдігі орындалса, онда y тең fx функциясы периодты функция деп аталады. Периодты функцияның графигі шектеусіз қайталанатын бірдей бөліктерден тұрады. T тең t нөлевой модуль ішінде k-ға бөлінген. Мұндағы t0 негізгі период. t0-ге тең емес. Функцияның қасиеттерін мына графиктер арқылы тағы да бір қайталап өтейін. Функцияның анықталу облысын біз өткен болатынбыз. Яғни функцияның анықталу облысы -8-ден 9 аралығында екеуін қоса алғанда. Ал мәндер облысы -7-ден +7-ге дейінгі аралық екеуін қоса алғанда. Ал нөлдері функция -6, -2, 2 және 8 деген нүктелерде функцияның мәні 0-ге тең болады. Бұл функцияның нөлдері. Ал таңба тұрақтылық аралығы функция, яғни 0-ден кіші болса, теріс болса, онда -8-ден -6-ға дейін 8-ді қоса алғанда, 1-ге де -2-ден 2-ге дейін және 8-ден 9 аралығында, 9-ды қоса алғанда аралықта функция теріс мән қабылдайды. Яғни ox өсінің төменгі жағында орналасады. Ал ox өсінің жоғарғы жағында орналасқан функцияның 0-ден үлкен мәні -6-дан -2-ге дейін қоса алғанда, 1-ге де -2-ден 8-ге дейінгі аралықта функцияның мәні оң болады. Келесі функцияның экстрем нүктелері, яғни максимум, минимум нүктелері. Мына жерде көріп отырсыздар, ең жоғарғы нүкте -4, x тең -4 нүктесі және x тең 5 деген нүкте. Ал минимум нүктесі
x тең 0 болғанда минимум нүктесі болады екен. Бізге сызықтық функция берілсін. Y тең kx плюс b. Осы функцияның қасиеттерін пайдаланып, функцияны зерттейміз. Анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Мәндер облысы минус шексіздіктен плюс шексіздік. Функция тақ. Функцияның нөлдері минус b бөлінген k да 0. Және екінші нүктесі 0-де b нүктесінде функция мәні 0-ге тең болады. Функция өспелі егер k 0-ден үлкен болса, ал егер функция кеммейді, егер k-ның мәні 0-ден кіші болса. Функция шектелмеген, ең үлкен және ең кіші мәндері жоқ. Минус шексіздіктен плюс шексіздік жиынында функциямыз үзіліссіз. Келесі функцияның графигі кері пропорционалдық функция. Y тең k бөлінген x. Анықталу облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, біріге де 0-ден плюс шексіздікке дейін. Мәндер облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, біріге де 0-ден плюс шексіздікке дейін. Функция тақ функция. Нөлдері жоқ, y өсімен қиылысу нүктесі жоқ. Егер k-ның мәні 0-ден кіші болса, минус шексіздіктен 0 және 0-ден плюс шексіз аралықтарында функция өспелі. Ал k-ның мәні 0-ден үлкен болса, минус шексіздіктен 0-ге дейін және 0-ден плюс шексіз аралықтарында функция кемиді. Функция шектелмеген, ең үлкен және ең кіші мәндері жоқ. Минус шексіздіктен 0-ге дейін және 0-ден плюс шексіз аралықтарының әрқайсында үзіліссіз. Келесі функциямыз y тең x квадрат, y тең x4, y тең x6, яғни дәреже көрсеткіштері жұп натурал сандар. Бұл функцияның графигі парабола. Анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны. Мәндер облысы бұл жұп функция болғандықтан тек оң мәндерді қабылдайды. Яғни 0-ден үлкен не тең. Функциямыз жұп функция. Функция минус шексіздіктен 0-ге дейін кемейді, 0-ден плюс шексіз аралығында өседі. Келесі функциямыз кубтық парабола. Y тең x куб, y тең x5, y тең x7, 9 деп кете береді, яғни дәреже көрсеткіштері тақ натурал сандар. Функцияның анықталу облысы мен мәндер облысы барлық нақты сандар жиыны, яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Функциямыз тақ функция. Функциямыз минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығында өспелі болады. Осымен сабағымды қорытындылай келе, біз функцияның қасиеттерімен таныстық. Яғни функцияның анықталу облысы, мәндер жиынын, нөлдерін, периодтылығын, таңба тұрақтылық аралықтарын, ең үлкен және ең кіші мәндерін, жұп тақтылығын, шектелгендігін, үзіліссіздігін, экстремдарын табуды үйрендік. Осымен сабағым аяқталды. Қош, сау болыңыздар.